19 түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Харун Рашид әңгімені қазынада сақтауға қосып, басшы қыздан сұрады. Екі сіңіліңізді ит қылған соң, сізге дию қайтып көрінді ме? Жоқ, тақсыр, ол көрінген жоқ. Бірақ керек болсам, отқа түтеттеп беріп кеткен түгі бар. Соны отқа салса келуі керек, деді қыз. Патша алып отқа салдырды. Жер жарылды да дию шыға келді. Ол бір диюдың ішіндегі мұсылманы екен. Патшаға сәлем беріп құрмет көрсетті. Патша онан қыздың жайын сұрап, ол дұшпанын өлтірген соң істеген достығын, оған қастық қылған сіңлілерін ит қылғанын айтты. Патша диюдан қақпашы қызды кімнің ұрғанын білесің бе деп сұрады. Дию, оны да білем, тақсыр. Бірақ атын атауға болмайды. Ол сізге бір жақын адам, деді дию. Патша оған екі қызды адам суретіне түсіруге қосты. Дию қара қазанға суды қайнатып жіберіп, дуаны оқып, иттің үстіне шашқан екен, ай жүзді, құралай көзді екі қыз бола қалды. Патша қақпашы қызды ұрған кісіні айт деп диюдан өтініш етті. Ол тақсыр өзіңіздің балаңыз, әмин, деді. Патша таңырқап, баласын шақыртып алып сұрап еді, растығын айтып мойнын алды. Анығына қанған патша той қылдырып, басшы қызды екі сіңлісімен 3 шахзадаға некелетіп, қақпашы қызды баласына қосты. Базаршы қызды өзі алды Харун Рашид. Сонымен әлденеше күн өткенде Харун Рашид тағы бір қызық әңгімеге кездесті. Енді соныңды айт, болса да әңгіме созылды ғой, деп Шахаризаданың мойнын құшақтап күлді патша.